Төре, мен қазір гүлдің қанша жапырағы бар екенін санаймын. Ал мен жапырақтарды санайын. 1, 2, 3, 4. Әй, балалар, сендер неге өсіп тұрған тірі өсімдіктерді жұласыңдар? Олардың да жаны бар, олай болмайды. Атам неге гүлге бола бізге сонша ренжіді екен, қызық? Соны айтамын, гүлдің жаны бар дейді. Қалайша оның жаны бар? Егер табиғаттың жаны болса, бізбен неге сөйлеспейді? Иә, егер тірі болса, біз оларды естуіміз керек еді. Атамның ашуы басылғанша осы жерде отырайық. Иә, мүмкін атамның айтқаны рас болып шығар. Табиғатты бақылайық. Төре, тез тұр. Біз қайдамыз? Айналаға қара. Мәссаған, Зере, бұл біздің түсіміз бе? Табиғатқа не болған? Менің көңіл күйім жоқ. Себебі менің үстімде өте көп қоқыс жатыр. Мен бәрін көтеріп тұрмын, ал мені ешкім сыйламайды. Менің суым өте таза еді, бірақ маған бөгде заттарды төгіп, қоқыс лақтырып, мені әбден лас суға айналдырды. Мен адамдарға өте көп пайда әкелемін. Алайда менің бұтақтарымды қызыққа ойнап сындырған ұнамайды. Біздің анамыз күні-түні еңбектеніп, бізге ұя салады, бірақ оны бұзық балалар сындырып тастайды. Мен ауаны тазартып, айналаны тек әдемі етіп тұрсам да, менің жапырақтарымды жұлады. Мен өте қатты әрі салмақтымын. Балалар мені лақтырып бір-бірін жарақаттайды, заттарды сындырады, сосын мені кінәлайды. Маған осындай сынған әйнектер қызық болып көрінеді, бірақ қасына жақындасам, ол менің аяғымды, бетімді ауыртып жібереді. Бізді сатып алғанда өте әдемі, балаларды қуантатын ойыншық едік. Енді жай қоқысқа айналдық. Біздің табиғатқа ешқандай зиянымыз жоқ, бірақ біздің үйлеуімізді бұзып тастайды. Сен де мен көрген түсті көрдің бе, Төре? Иә, атамның не айтқанын енді түсіндім. Мен өз ісім үшін ұялып тұрмын. Енді әрқашан табиғатты аялап жүремін. Бүлінген табиғатты қалпына келтірейік. Достарымызға да айта жүрейік. Жарайсыңдар балаларым, табиғат біздің ортақ үйіміз. Енді ешқашан оған зиян келтірмеңдер.